Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай биік және де ең бастысы бір жасағаннан-ақ керемет болып шығатын құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. 2 жұмыртқа, қант, ас содасы, айран және де ұн қажет болады. 2 жұмыртқамызға қантты қосып осылай венчикпен араластыратын боламыз. Қантты дәміне қарай өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен тәттірек болғанын қаладым, сондықтан да 5 ас қасық қант қостым. Қант пен жұмыртқаны кішкене көпіршіктер пайда болғанша араластыратын боламыз. Шым-шым тұз қосамыз. Келесі бізде айран. Айранды алдын ала кішкене жылытып алыңыздар. Суық күйінде қосуға болмайды. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөліктерге бөле отырып қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар, өйткені сіздердің құймақтарыңыз биік және де нәзік болып шығатын болады. Енді ең соңында ас содасын қосатын боламыз. Біздің массамыз қатты қою немесе қатты сұйық болмауы керек. Венчиктен немесе қасықтан оңай түсуі керек. Ас содасын қосқаннан кейін бізде реакция жүретін болады. Сондықтан дайын болған қамырымызды 15-20 минутқа көтерілгенше қалдыратын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға сұйық май құямыз. Ас қасықпен, яғни бір ас қасық құймақтарымызды құйып шығатын боламыз. Табаның астын қатты қоюға болмайды. Одан кейін осылай бетін жауып қоямыз. Шамамен 2-3 минут уақыт өтеді. 2-3 минуттан кейін аудара берсеңіздер болады. Немесе қызарғаннан кейін аударсаңыз болады. Екінші беті өте тез піседі. 1 минутта немесе одан да ертерек пісуі мүмкін. Қалған құймақтарымызды да осылай пісіріп аламыз. Біздің құймақтарымыз дайын болып қалды. Таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Дәмді және де тез дайын болады. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.